Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен лавр жапырағының пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Ең алдымен бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде кездесетіні белгілі. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе де, лавр жапырағынан 5-6 жапырақ ұсақтап турап, 1 стаканға салқын су құйып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астына тағы 30 минуттай сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Лавр жапырағын ауыз қуыс ауруларына да қарсы пайдаланады. Егер аузыңызда жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасында үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз, нәтижесін көзіңіз жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз да, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгіншектен кем тынышталдырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдісті балаларға да пайдалы. Мұндай қош иістен бала керемет, қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысы мүлде бөлінбейді. Ара шаққан кезде де лавр жапырағының пайдасы жақсы. Ара шағып алған кезде сезім бәрімізге таныс шығар. Егер сондай жағдайда тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабынуды тез алады, әрі кетіреді. Лавр жапырағы үйіңіздегі ауаны қош иістендіреді. Лавр жапырағын құрамында эфир майы болғандықтан, үйіңіздің залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып, бөлмеңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет қош иіс шығатыны болады. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біз сіздермен қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.